Сіздер қоймай сұрағасын доширакты қалай жасау керегін сіздерге үйрететін боламын. Ең алдымен магазиннен доширак сатып аламыз. Чайникті толтырамыз, газды жағамыз, чайникті қоямыз газге. Доширактың сыртында әрқашан мынандай пакетик болады. Мен көбіне пышақпен жыртамын. Ішінде всегда мынандай бұрышы болады. Және сағыздың суреті тұр, жуанның суреті тұр, вилка болады. Бұл вилканы мен көбіне пайдаланбаймын. Оны тек пойызда сондай кезде пайдалансаңыз болады. Основной тамақ осы. Ең бірінші етін салып алдық. Қызыл бұрыш. Мен жартысын пайдаланамын көбіне. Пакеттерін міндетті түрде мусорға тастаймыз. Обязательно қайнаған су болу керек. Бетін жабамыз. Жапқаннан кейін 5 минут күтетін боламыз. Мінекей собственный доширагымыз дайын. Ыстықтай жеңіздер.